Қызылорда облысында белгісіз азамат мұнай құбырына кептетіліп қалған. Абырой болғанда төтенше жағдай қызметкерлері дереу жетіп, адамды аман алып қалды. Оқиға орнынан тілшіміз. Мен негіз машина алып жүрген адам, таксопаркқа директор болғаннан кейін енді нормально машинамен жүрейік деп аппақ Hyundai акцент алғым келді. Кореяда екен жақсы машиналар ше. Сонымен енді бір жағынан барып машинаны көріп келейін өз көзіммен. Сосын жаңағы қыздар мынандай дейді. Сондай ма өзім көріп келейін деп, өз көзіммен көріп келейін деп билет қарасам Кореяға. Удай япты кедік билет. Мен басым қатты істейді ғой. Мен мұнайдың трубасына жатып алсам, мұнаймен бүйтіп Қытайдан бірақ шығады екен ғой өзі. Надайлар өзі сол бәрі жақын бар жағында. Индрайвер басқасы бар, бірдеңе қылып жетіп алармын дедім енді Кореяға. Қақтан Қызылордадан шықпай жатып тұрып қалдық қой бірден. Сол енді мынау шығып жатыр. Япыршамай темекі шекпей, гриль болып кетерміз қазір мына жерде. Сөйтсем Кореядан Шоқан Груп деген компания бар екен ғой. Өздері тексеріп, өздері жаңа машинаны салып жібереді екен, судай тегін екен, машина еш жоқ, абарзан екен. Қақтан білек оны енді біліп жатырық қой, балдар айтып жатыр қуасың бағаға деп. Сол енді отырып мынау япты кедік. Мұнайдан шығып, мұнай болып. Татьяна Машинаева, Таттыгүл Көлікова, ПТК арнасы.